Қайырлы күн оқушылар, бүгін 8 сынып алгебра 290 БЖБ номер 1 нұсқасын талдайтын боламыз. Бізде номер 1 тапсырма берілген теңдеулерді квадрат үшінші түрде келтіріп, А, Б, С коэффициенттерін тап дейді. Бізде x азайтылған 2 қосылған 7, 3x минус 2-нің квадраты дейді. Енді функциямызды ықшамдап алайық. X-ті жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп шығамыз. X квадрат минус 2x қосылған 7 тең болады. Формула А азайтылған b квадрат тең болады А квадрат минус 2 еселенген АБ қосылған b квадрат. Формула бойынша жазамыз. А квадрат 3x-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген А 3x көбейтілген b 2 қосылған b-нің квадраты 2-нің квадраты. Ары қарай есептеп алайық. X квадрат минус 2x қосылған 7 тең болады 3-нің квадраты 9x квадрат азайтылған 2 ұшым 6 2 12x қосылған 4 болады екен. Енді сол жаққа қарай шығарамыз. X квадрат минус 2x қосылған 7 азайтылған 9x квадрат плюс 12x минус 4 тең болады 0 болады екен. Ал енді x квадраттардың астын сызып алайын. X квадрат минус 9x квадрат ол бізде минус 8x квадрат болады. Жай x-тардың астын сызып алайын. Минус 2x плюс 12x ол бізде плюс 10x болады. Ары қарай коэффициент бізде 7 азайтылған 4 екен. Ол бізде 3-ке тең, плюс 3 тең болады 0. Енді осы жерде А, Б, С коэффициенттерін табамыз. А тең минус 8, Б тең 10, С тең 3. Енді немесе алдыдағы минустан құтылу керекпіз. Ол үшін біз минус 1-ге көбейтіп жіберу керекпіз. Теңдіктің екі жағында, мына жағында 0-ды да. 0-ды көбейтсек бәрібір 0 болып шығады. Ары қарай минус 1-ге көбейтсек 8x квадрат минус 10x 10x қосылған емес минус 3 тең 0. Ендеше А тең болады 8, Б тең болады минус 10, С тең болады минус 3-ге. Екі түрінде қарастырып жазуларына болады. Бізде номер 2 тапсырма 3y квадрат минус 10y қосылған 3 тең болады 0 квадрат теңдеудің түбірлерін табыңдар дейді. X мен x2-ні табу керек екен. Y мен y-ні табу керек. Ол үшін дискриминант тең болады минус 10-ның квадраты 100 формула b квадрат минус 4ac 100 азайтылған 4 көбейтілген a 3 көбейтілген c бізде 3 тең болады 3 4 12 12-ні 3-ке көбейтсем 36 100 азайтылған 36 тең болады 64 y1 y2-ні табамыз. Неге? Себебі 64 0-дан үлкен болып тұр. Минус b плюс минус турасындағы дискриминант 2a тең болады минус b 2 минус 10 плюс минус турасында 64 2a 2 көбейтілген 3 тең болады 10 қосу азайту 8 2 ұшым 6 тең болады y1 тең болады 10-ды 8-ге 10-ға 8 қосам 18 18 6 3 y2 тең болады 10-дан 8 азайтсаң 2 бөлінген 6 екен қысқартып жіберемін мұнда 3 3-тен 1 алды екен. Жауабымыз сонда 3 және 3-тен 1-ге тең деген сөз. Ары қарай бысы m-нің қандай мәндерінде mx квадрат плюс 10x плюс m тең 0 теңдеуінің 1-2 түрі x1 x2 тең болады дейді. Енді x1 мен x2 тең болу үшін дискриминантымыз бізде 0-ға тең болуы керек. Енді дискриминанттың формуласы бізде b квадрат минус 4ac. Енді осы дискриминантты орнына b квадрат минус 4ac-ны жазып, оны 0-ға теңестірейік. Енді b бізде мына жерде b 10-ға тең, 10-ның квадраты азайтылған 4ac. А бізде m-ға тең, көбейтілген с бізде m-ға тең болады 0. Так, 100 болады 10-ның квадраты. Көрініп тұр ма? Так, 100 болады азайтылған 4m квадрат тең болады 0. Минус 4m квадрат тең болады минус 100 болады. Енді 2 минус енді плюс бүгітіп 4m квадрат тең 100. Енді 4-ті оң жаққа шығарамыз. m квадрат тең болады 100 бөлінген 4. Жазайын, 100 бөлінген 4. Жаққа жазайық. Енді m тең болады 100-ді 4 көбейтсек 25 түбірдің астына аламыз. Біз m-ді тауып тұрмыз, мына жерде m квадраттарды тапамыз. Енді m тең болады плюс минус неше болады? 5 болады. Сонымен жауап бізде плюс 5 және минус 5 плюс минус 5 деп аламыз. Үшінші тапсырма кері век теоремасын қолданып түбірлері x1 тең минус 1,2 және x2 тең минус 0,5 болатын келтірілген квадрат теңдеуді жазайық. Енді ең бірінші келтірілген квадрат теңдеу ол бізде x квадрат минус px плюс q тең 0. Бұл жерде x1 мен
x2-ні қосқан кезде минус p-ға тең, x1 мен x2-ні көбейткен кезде ол бізде q-ға тең. Бұл бізде вет теоремасы. Мына бізде вет теоремасы деп аталынады. Ары қарай енді орнына қоясақ, x1 минус 1,2, 1,2 қосылған x2 азайтылған 0,5 тең болады минус p-ға. Минус 1,2 азайтылған 0,5 минус 1,7 тең минус p. Енді p тең болады 1,7-ге тең. Ары қарай көбейтеміз бір-біріне. Минус 1,2 көбейтілген минус 0,5 ол бізде q-ға тең. Көбейткен кезде бізде q тең болады. 2 минусымыз плюс болып кетеді 0,6-ға тең екен. Сонымен келтірілген квадрат теңдеуді бойынша жасамыз. X квадрат қосылған 1,7 x қосылған 0,6 тең болады 0. Болды. Осылай аяқтаймыз. Бізде төртінші тапсырма тік-тікбұрыш тәрізді жер учаскесінің ауданы x квадрат минус 15x плюс 56 метр квадратқа тең екен. А тапсырмасы бойынша бізде осылай болса, онда А және Б мәндерін табыңдар деді. Енді ең бірінші бізге дискриминантты тауып алу керек. Дискриминант тең болады. Дискриминантты тауып алу керекпіз. b квадрат минус 4ac тең болады b минус 15 минус 15-дің квадраты минус 4 көбейтілген a 1-ге тең көбейтілген с 56-ға тең. Тең болады 225 минус 224 еурометрге өтсек тең болады, азайтамыз 1 шығады. Ары қарай енді 1 0-дан өрген 2 шешім болады. x1 x2 тең болады минус b плюс минус 4 дискриминант 2a. Ой, кешіріңдер балалар. Минус 15 плюс минус 4-дің астында 1, ол бізде бәрібір 1 шығады. 2a 2 тең болады x1 x2-ні дереу есептей салайық. x1 15-ке 1-ді қосам 16, 2-ге бөлсем 8, 15-тен 1-ді 14, 2-ге бөлсек 7 шығады екен. Енді бізде формула қалай еді? ax квадрат қосылған bx қосылған с үшіншінің несі? Оны біз жіктеуімізге болады x азайтылған x1 және x азайтылған x2 деп. Енді осы бойынша мәндерін қоя салайық. Яғни x квадрат минус 15x қосылған 56 тең болады x азайтылған 8, x азайтылған 7. Сонда жауабы a тең болады минус 8 және b тең болады минус 7. Енді осы төртінші тапсырманың б-сы, егер тікбұрыштың ұзындығы x қосылған a, ал ені x қосылған b болса, онда анықталған a және b мәндерін қолданып жер учаскесінің периметрін өрнектеңіздер. Периметр ол бізде 2a қосылған b-ға тең. Бұл жерде a-мыз x азайтылған 8-ге тең, b-мыз x азайтылған 7-ге тең. Енді формулаға барып қоя саламыз. b тең болады 2 a қосылған b. a x азайтылған 8 қосылған b x азайтылған 7 тең болады 2. Жағжан үшін есептеп алайын. x қосылған x 2x минус 8 минус 7 минус 15 тең болады, көбейтемін 4x минус 30. Сонда жауабы периметр 4x минус 30-ға тең екен. Назарларыңа көптен көп рахмет. Балалар, бұл жерде менде бірінші нұсқасы каналымда бар. Керек болса ашып қарауларыңызға болады. Балалар, сұрақтарың болса комментарийға жазып сұраңдар, мен сендерге жауап беремін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және де каналыма тіркеле кетіңдер. Алда 3-4-90-ның бұжыбы тәжірибелерін қарастырамыз.